работал. Кетватыр, да? Кетватыр, су кетватыр, правильно. Ну, жинап аламын. И вот в идеале он тоқтау керек. Неге тоқтады? Себебі мына жақта ауа жоқ, мынау жібермей жатыр. Значит, мынаның ішіндегі өзгерістердің барлығы через дырочку емес, через вот эту дырочку болады. Вот он здесь стоит. Засекаем время. Вечером. Балдармен қойып қоясыздар ба? Утро болады, таңертең. Неше сағат өтті? 50 сағат. Ол бірнеше сағат. Может за 40 минут. За 40 минут 2 делениеге кетеді тек қана. 2 деление. Ну, тоже пойдет. Ну, тек қана бір показатель жаңағыда бір көрсеткішті аласыздар тек қана, да? Сосын бар өзгерістер. Так, теперь у нас что? Температураға. А на следующий день без фена. Тоже қарастыр. Сонда өзгерістерді санауға болады бізде. И жауып қойып жаңағыдай, да? Да, или бүркеп, бірдеңені бүркеп. Кетесіз, ертеңгі келгенде өзгермей тұрады. Мына жерде тұра қалып қоя береді. Вот это вот май, краситель қосады ішіне, чтобы краска болу үшін. Вот сюда краска қосып көзің бар ғой? Болды ғой. Все. Здесь мына жерге ине тағады, чтобы мына уровень төмен түсіп кетеді, соны восстановить етеді. А мен решение принял, мына жерге тонкий болса, егер мен мына жерге су құйып отырған кезде, ол медленно все равно. Я успеваю сюда добавить. И опять қосып. Дальше. И дальше. Мынау деген стряхнул. Носик. Ауасын шығарып берсін. Мына жерде кішкене минис керек маған. Шеті керек та мына. Пипет болады ғой да, сонымен соны болады да. Инемен, да? Пипет болады. Можно тайм писать керек шығарды. Женада етеміз ғой. Я что, попросим быстренько, балкон. Тез қарады. Ну все, вот так вот просто.